Бұл әңгіме мен және менің итім туралы. Бұрын иттер болмаған екен. Ал қазіргі заманда олар өте көп. Үлкен, кішкентай, семіз, арық, сәнді, аңшы, әдемі және онша емес. Олар қайдан шықты? Соның барлығын өзімнің Альфа деген итімнен сұрайын десем, ол сөйлей алмайтын анықталды. Сол себепті оны маған WhatsApp-қа жазуды өтіндім. Сонымен кеттік. Білесіздер ме? Мәселе тек иттерде ғана емес. Сіздер ешқашан ойлаған жоқсыздар ма? Неге біздің планетамызда жануарлардың түрлері көп? Біз қайдан шықтық? Альфаның айтуынша, бұл сықырлық емес. Бұл трансформация. Шамамен 30 000 жылға мұз дәуіріне артқа оралсақ, ол заманда иттер болған жоқ. Ал өсімдіктер тек жабайы болды. Біздің ата-бабаларымыз көшпенділер болған. Олар бар дүниесін өздерімен алып жүрген. Аспанға, жұлдыздарға қарап, ауа райын болжамдаған. Сол әлемде аспан олар үшін күндізбе және жол көрсеткіш болған. Аспанға қарап, қашан суық басталатынын, қашан жабайы дәнді дақылдар пісетінін, бизондар мен бұғылдардың қоныс аударатын кездерін біліп отыратын. Ата-бабаларымыз аңшылық пен тағамға жарайтын өсімдіктерді жинаумен күн көрген. Және олар жабайы аңдардан қорыққан, әсіресе қасқырлардан. Кез келген қасқыр ет жегенді ұнатады. Егер оған ет лақтырсаң, ол саған жақындай бастайды. Оның барлығы қандағы стресс гормонның жоғары деңгейіне байланысты. Бірақ қасқырлар әртүрлі болады. Кейбіреуінде стресс гормон төмен. Сондықтан олар адамнан онша қорқпайды. 15 000 жыл бұрын бір үйір қасқыр мынаны жақсы түсінген. Егер адамдарға аң аулауға кедергі жасамасаң, олар қалған тамақтарын беріп тұрады. Сонымен, адамдардың жанында өмір сүрген қасқырлар көбейе бастаған. Олардың күшіктері де адамдарға тез үйрене бастады. Бейімделген қасқырлар тірі қалған. Сол қасқырлардың әр ұрпағы адамға жақын болған. Күшті қасқыр емес, мейірімді қасқырлар тірі қалған десек те болады. Осындай өзгерістер арқылы адамның жанында мықты күзетші, аңшылыққа көмекші және өте сенімді дос пайда болды. Біраз жылдар өткен соң, адам керек азықтарды өзі өсіретін болды. Ауылдарда өмір сүре бастады. Ауыл шаруашылықпен айналысты. Ал қасқырлар өздерінің бостандығын тамаққа айыр бастады. Адамдар әр итке өздері жұп таңдады. Олар тіл алмайтын иттерден құтылып, тек қана өздеріне ұнайтындарды қалдырған. Жылдар бойы күшіктер арасында ең мықты сенімді иттерді қалдырды. Бұл жасанды іріктеу деп аталады. Адамдар осы күнге дейін иттердің жаңа тұқымдарын өсіруде. Мысалы, Альфаның тұқымы 80 жыл бұрын пайда болған. Біз қазір көріп жүрген иттердің түрлері жасанды жолмен өсірілген. Бірнеше жылдар болған өзгерістер тойымсыз қасқырды керемет итке айналдырды. Ол эволюция деп аталады. Осы мәліметті маған Альфа жазып жіберді. Ол әрине өте ақылды ит, бірақ ақпаратты тексеру керек, себебі оның Google жоқ. Сіздермен бірге болған біз, Альфа және мен Дастан. Кездескенше.